Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Кешкі асқа күшті идеялы осындай тамақты ұсынғым келеді. Қазір бұл тамақ жалпы трендте. Мен өзімнің нұсқамда пісіріп көрдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қазір келесі видеода қалай жасалатындығы жайында айтып беремін. Мен жылқы етін қолдандым, жалпы сиыр етін де қолдана беруге болады. Барлығын осынша етіп турадым, яғни соломка етіп, бірақ қалауыңыз бойынша өздеріңізге қалай ұнайды, солай турауға да болады. Келесі пияз бенен сәбіз. Сәбізді мен соломка етіп турадым, яғни осындай ақша етіп, және де пиязды жарты шар етіп турадым, яғни полукольца етіп. Кейін мен дәміне қарай орам жапырақ қосатын болдым, оны да ұсақ етіп турап алдым. Енді шұңғыл табағымызды аламыз да үстіне сұйық майымызды құйып, етімізді салып, суы тартылғанша жақсылап тұрып қуырып аламыз. Шамамен 10 минут өткеннен кейін суы біраз тартыла бастады. Сол кезде мен пияз бенен сәбізді қостым. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Оттың асты ортадан сәл жоғары тұр. Міне менде суы тартылып бастаған кезде, яғни біраз қорылдау деген кезде мен үстіне су құямын. Шамаменен 500 миллиграмдай су құйылды. Енді оттың астын сәл баяу етіп, бір 40-45 минутте етіміз жұмсарып піскенге дейін қайнатып пісіреміз. Енді гарнир жасаймыз. Қайнап тұрған суға күрішімізді бірнеше рет жуып, күрішімізді саламыз. Міндетті түрде тұз қосасыздар, қыздар. Мен шамаменен жарты ас қасықтай тұз қостым. Гарниріміз піскеннен кейін суын төгіп, салқында суын шайып, мен оның үстіне бұршақ қостым. Бірақ ол міндетті емес, қалауларыңыз бойынша жүгері де қосуға болады, немесе ештеңе қоспауларыңызға да болады. Қыздар, тағы да бір айта кететін жайт, күріш піскеннен кейін мен басындағы қоюын алып қалдым, яғни сұйықтықты. Ол қажет болады. Қазір гарнирімізге құямыз, сонда гарниріміз қою болады. Осының үстіне азғантай мөлшерде сояны құямыз. Мен енді көз мөлшерімен құйдым, шамамен жарты шай қасықтай араластырып қоямыз. Бұл жалпы міндетті емес, бірақ та осылай қосатын болсаңыздар, онда сіздердің тамақтарыңыз қою болып шығады. Енді пісуге бір 10-15 минут қалған кезде мен орам жапырақты қостым. Себебі орам жапырақ өте тез піседі. Кейін сұйықтығымды қостым. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Қыздар, тамақтың дәміне қарай міндетті түрде тұз, бұрыш, паприка қосасыздар. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша тамақтың дәміне қарай. Енді мен осында кесеге пюренің банкасын қойдым. Жалпы үлкендеу кесе алып, ішіне кішкентай пиала қойып та істеуге болады. Жалпы қалай өздеріңізге ұнайды, сөйтіп қоясыздар. Осылай күрішті салып аласыздар дағы. Үстін кішкене қыздар басыңқырайсыздар, сонда формасын күріш өте жақсы ұстайтын болады. Кейін ортасындағы, яғни пюренің банкасын алып тастап, осылай кесемізді төңкереміз. Сонда осындай әдемі болып шығады. Бірақ менде ортасы кішірек болып шықты. Сіздер сәл үлкендеу, яғни ортасына басқа бірдеме салу қажет болады.
сонда күріштеріміз сәл үлкендеу болып шығады. Енді осының яғни үстіне біздің дайын массамызды құямыз. Подачасы өте әдемі, жасалуы өте оңай, бірақ ерекше тағамдардың бірі болып шығады. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болса, ұнаса лайк басып, комментарий қойып, каналыма жазылып кетіңіздер. Әлі де талай рецепттер болады.